Келесі 18-ші есеп. X 5-ке, Y 0,5-ке тең. Және теңдеу берілген өрнектің мәнін тап дейді. Бұл жерде не істейміз? Берілген айнымалыларды теңдеуге қойып шығамыз. Сонда 5-тің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 5 көбейтілген 0,5 қосылған y 0,5-тің квадраты. Сонда 25 азайтылған көбейтуді орындаймыз. 10 шығады. 10-ды 0,5-ке өткенде менде 5 шығады. Яғни қосамын 0,5-тің квадраты, ол менде 0,125. Келесі есептейміз. Ол менде 20 қосылған 0,125. Неге мына екеуін 25-тен 5 азайттым. Сонда менде есептің жауабы неше? 20,125 болады. Ол бізде с нұсқасында тұр екен.